Сіздің және сіздің танысыңыздың үйіне келіп, немесе телефон шалып, сауалнамаға қатысуды сұраған кездер болған шығар. Осындай жағдайларда адамдардың көкейінде менің номерімді немесе мекен жайымды зерттеушілер қайдан біледі, неге мені таңдады деген сұрақтар туындайды. Негізінде олар мәліметтердің дәл сол азаматқа тиесілі екенін білмеуі мүмкін. Ендеше түсіндіріп көрейік. Біз әдіс-қулдың алдыңғы санында сандық және сапалық әдістер туралы айтқан болатынбыз. Бүгін сандық әдістердің ішіндегі ең жиі қолданылатыны жаппай сауалнама түрлеріне тоқталамыз. Сауалнама адамдарға сұрақтар қою арқылы алғашқы ақпаратты жинау әдісі. Оның кең тараған үш түрі бар: интернет сауалнамасы, телефон сауалнамасы және бетпе-бет сауалнама. Интернет сауалнамадан бастасақ. Бұл сауалнама түрі бір мезетте әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған адамнан жауап алуға мүмкіндік береді. Респонденттер сауалнаманы өздеріне қолайлы уақытта, ыңғайлы жерде толтыра алады. Сондай-ақ, интернет сауалнамасы кезінде интервьюерлерге ақы төленбейтіндіктен үнемделген қаржы есебінен азаматтарды зерттеуге қатысуға ынталандыру үшін сыйақы беруге болады. Онлайн сауалнама сарапшылар үшін ыңғайлы десек те, бірқатар кемшілігі бар. Біріншісі, респондент табудың қиындығы. Зерттеушілерде телефон номерлерінің тізімі секілді электронды пошталары жазылған арнайы база жоқ. Көбінесе белгілі бір сайт немесе қосымшаға тіркелген азаматтар арасында жүргізіледі. Яғни мұндай сауалнамаларға интернет тұтынушыларының белгілі бір бөлігі ғана тұрақты түрде қатысады. Нәтижесінде сауалнамаға жиі қатысатын респондент аталған саланың эксперті бола бастайды. Мысалы, отбасы саясаты туралы зерттеудің сауалнамаларына жиі қатысатын азамат сол саладағы заңдарды, өзгерістерді сауалнамаға қатыспайтын басқа азаматтан көбірек білуі мүмкін. Әлбетте, бұл сауалнама нәтижесінің дәлдігіне кері әсер етеді. Онлайн сауалнама арқылы үлкен зерттеулер жасаған кезде іріктеме жиынтықтың репрезентативтілігін сақтау қиынға түседі. Себебі мұндай сауалнамаларға мобильді құрылғыларды меңгерген жастар мен орта жастағы азаматтар көбірек қатысады. Бұл да алынатын ақпараттың нақтылығына тікелей әсер ететін фактор. Сондай-ақ, азаматтар сауалнаманы өз бетімен толтырғанда жауап бермей тұрып барлық сұрақты оқып шығуы мүмкін. Ал зерттеу кезінде сұрақ реттілігінің сақталуы маңызды екенін бұдан бұрын да айттық. Онлайн сауалнама халықтың барлық тобы үшін ыңғайлы дей алмаймыз. Еліміздің кейбір өңірі, әсіресе ауылдық жерлер, жоғары жылдамдықты интернетпен жеткілікті қамтылмаған. Сонымен қатар, жұртшылық әлі де болса электронды поштасына келген хабарламаларды уақытылы тексеруге дағдыланбаған. Айтылған факторларға қарамастан, ғылыми-техникалық прогресті ескеретін болсақ, онлайн сауалнама уақыт өте келе ең кең тараған әдістердің бірі болатыны анық. Телефон сауалнамасы. Зерттеушілерде азаматтардың ұялы және үй телефон номерлері жазылған арнайы база бар. Бірақ, ұялы телефонмен өткізілетін зерттеу кезінде аймақтық квотаны сақтау қиынға түседі, ал үй телефондарына хабарласқанда код арқылы қандай өңір екенін анықтауға болады. Мысалы, сіз 71-72 кодын терсеңіз, Астанаға қоңырау шалып жатқаныңыз анық, ал ұялы телефондарда аймақтарды анықтайтын ондай мүмкіндік жоқ. Телефон сауалнамасының ең басты кемшілігі сұрақтарының аз болуы. Әдетте азаматтарға мұндай сауалнама кезінде 5-6 сұрақ қана қойылады. Іріктеме жиынтық туралы айтатын болсақ, мұнда да репрезентативтілікті сақтау қиын. Өйткені көбінесе жұмыс уақытында үйде балалар мен зейнет жасындағы кісілер, үй шаруашылығымен айналысатын әйелдер болатындықтан азаматтардың жасы немесе табыс көзі туралы алынған ақпарат біркелкі болып кетуі мүмкін. Сондай-ақ телефон сауалнамасына қатысқан кезде адамдар әдетте жауаптарын соңғысын таңдайды, себебі алдыңғы айтылған нұсқаларды ұмытып қалады. Ал интернет сауалнама кезінде керісінше көздеріне бірінші түскен жауап нұсқасын таңдайды. Бұл да зерттеу кезінде алынатын нәтиженің дәлдігіне кері әсер етеді. Осындай кедергілерге байланысты өңірлердегі супервайзерлер әлі де болса үйде-үйге барып сауалнама алуға мәжбүр. Сауалнаманың бұл түрін бетпе-бет сауалнама деп атауға болады. Мұнда зерттеуші өз сұрақтарына тұрғындардың үйлеріне барып жауап алады. Бетпе-бет сауалнаманың артықшылығы тақырып туралы жан-жақты көлемді ақпарат алу мүмкіндігі. Өйткені мұнда адамдармен диалог құру арқылы қосымша сауалдар қойып, жоспардан тыс сұрақтарға жауап алуға болады. Сауалнаманың бұл түрі туралы толығырақ әріптесіміз Темірланнан сұрап көрейік. Сәлем, Темірлан! Зерттеу жасағанда көбіне қай сауалнама түрін қолданасыздар?
Сәлем айдана, сауалнама түрін таңдау зерттеу тақырыбы, объектісі, зерттеу сұрағы, сонымен қатар қолжетімді ресурстарға тікелей байланысты. Біз көбінде бетпе-бет сауалнаманы пайдаланамыз, себебі ол жас, жыныс, өнер, ауыл, қала бойынша квотаны сақтауға мүмкіндік береді. Бетпе-бет сауалнама кезінде зерттеушілер үйлерді аралап, кездейсоқ іріктелген респонденттерден тікелей интервью ала алады. Зерттеудің далалық кезеңінде нақты деректер алу үшін есте сақтайтын ережелер бар. Мәселен, зерттеушілер сауалнама алған кезде таңдалған көшенің сол жағындағы үйлерге баруы керек. Егер көп қабатты пәтерде тұратын тұрғындар арасында зерттеу жүргізетін болсаңыз, 5 қадам, ал жер үйлердің тұрғындары арасында 3 қадам ережесін сақтау маңызды. Яғни, бірінші пәтердің тұрғындарынан сауалнама алсаңыз, тек 5-ші пәтерге ғана бара аласыз, ал сол пәтердің тұрғындарынан жауап ала алмаған жағдайда 6-ші пәтерге барып, 5 қадам ережесін сақтай отырып зерттеуді жалғастырасыз. Бетпе-бет сауалнаманың ең үлкен артықшылығы зерттеудің басқа да әдістерін қолдануы. Мұндай сауалнама кезінде әлеуметтанушылар респонденттердің іс-әрекетін бақылап, эмоциясын түсініп, ұйғарым жасай алады. Азаматтардың үйін, тұрмысын, отбасы мүшелерін көру арқылы зерттеушілер қосымша деректерге ие болады. Рахмет, Темірлан. Қорытындыласақ, сауалнаманың барлық түрінің өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Зерттеудің мақсатын, міндетін ескере отырып, дұрыс таңдау жасау керек. Сондай-ақ сауалнама соңында зерттеушілердің респонденттерге ризашылық білдіріп, рахмет айтуды ұмытпағаны жөн.